Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 41-ші сабақта біз сөйлемнің бірыңғай мүшелер тақырыбын жалғастырамыз және мәтіннің негізгі тұсын белгілеп алуды үйренеміз, иә? Енді 40-шы тапсырмадағы мәтінді тыңда дейді. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естелік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда ғана іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естіген жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп, қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады дейді. Абайдың 14-ші сөзі екен. Енді осы жердегі мәтіннің негізгі тұсын белгілеп ал, сол бойынша мәтіннің мазмұнын айт дейді. Бұл жерде қандай негізгі тұстары бар? Ол ең басындағы сөйлем, адам баласы өмірге келгенде есті болып келмейді. Яғни ол жаман жақсыны біліп жүріп білім жинайды деген, Одан кейін есті адамдардан айтқан сөздерін әрқашан тыңдау керек деген жерлер, Одан кейін есті ақылды сөзді тыңдағанда үнемі назар аударып тыңдау керек деген, Одан кейін ақыл сөзді салғырт тыңдайтын адамға ақыл айтқанша шошқа баққан жақсы деген соңғы сөйлем, ол да негізгі тұсы болып саналады осы жердегі мәтіннің. Енді осыларды пайдалана отырып, біз мына мәтіннің қысқаша мазмұнын айтсақ болады. Ол адам баласы өмірге келгенде есті болып келмейді. Ол жақсы мен жаманды тани жүріп білім жинайды. Есті дана адамдардың айтқан сөздерін әрқашан тыңдап, оны өмірінде қолданса, жаман нәрселерден сақтанса ғана жақсы адам болып алады. Есті ақылды сөзді тыңдағанда үнемі назар аударып тыңдау керек. Ал салғырттанып тыңдаса, ол сөздердің пайдасы болмайды. Ақылды сөзді салғырт тыңдайтын адамға ақыл айтқанша, шошқаны баққан артық деп бір хакім дұрыс айтқан екен деп осы қысқаша мазмұнын осылай айтсақ болады. Осындай мәтіннің мазмұнын өздерің талқыласыңдар болады, әркім өз ойын айтсын, Енді осы жердегі мәтіннен бірыңғай мүшелерді табыңдар дейді. Мәтінде көп бірыңғай мүше. Ол біріншісінде естіп, көріп, ұстап, тағып ескерсе деген, Одан кейін жақсы жаманды, одан кейін білгені, көргені, одан кейін естіп, білген, одан кейін шайқақтап, шалықтанып, салбырап, салғырттанып, одан кейін осылар бірыңғай мүшелер болады екен. Енді 41-ші тапсырмада өлеңді көшіріп жазып, тыныс белгісін қой дейді. Матай мақан, алтай ақан, жантай жақан, қаншаған бар дейді. Бұл жерде әр адамнан кейін үтір қоямыз, өйткені әрқайсы бір адамның аты. Енді бұлар бірыңғай мүшелер. Қаншағасы бар екен? Матай мақан, алтай ақан, жантай жақан, қаныш. 7 ағасы бар екен. Енді өлеңдердегі сұраққа жауап бер дейді. Қаншаған бар дегенге біз жауап бердік, 7 ағасы бар. Енді 42-ші тапсырмада сызба бойынша бірыңғай мүшелер бар, сөйлем құрап жаз дейді. Өзіміз сөйлем құрап жазуымыз керек екен. Қандай сөйлем құрасақ болады? Мысалы, Жарас, Асан және Үсен ойнап отыр. Есік пен терезені, еденді жуып қойдым. Қараңдар, біріншісінде ол бастауыш болу керек екен. Біз оған адам аттарын жаздық, Жарас, Асан, Үсен деп. Екіншісінде ол анықтауыш болу керек екен, Есік пен терезені, еденді. Нені? Есік пен терезені, еденді. Одан кейін бізде қозы мен лақ секіреді. Одан кейін бізде кім? Не? Қозы мен лақ. Яғни бастауыш болу керек екен, Бастауыш. Қозы мен лақ секіреді, ойнайды. Тура осы сызбаға сөйлем мүшелерін осылай жазамыз. Енді 43-ші тапсырмада сөйлемдерде құрамындағы сөйлем мүшелеріне қарай сәйкестендір дейді. Бүгін жаңбыр жауды, қорықпаймын мен енді аңызақ желден бораннан, түні бойы аяз қаһарына мінді деген 3 сөйлем берілген екен. Енді осыны бірыңғай мүшелі, күрделі мүшелі, дара мүшелі деп бөлуіміз керек екен. Бүгін жаңбыр жауды деген бұл дара мүшелі сөйлем, Бүгін жаңбыр жауды, әрқайсысы жеке-жеке.
Қашан бүгін не істеді? Жауды. Не жауды? Жаңбыр. Одан кейін екіншісі қорықпаймын енді мен аңызақ желден, бораннан деген. Бұл біз біліп тұрмыз, бұл бірыңғай мүшелер болады, өйткені бір сұраққа жауап береді. Неден? Желден, бораннан. Бірыңғай мүшелі сөйлем. Одан кейін түні бойы аяз қаһарына мінді дегеніміз бұл күрделі мүше. Неге? Күрделі мүше деген екі сөзден тұратынды, Түні бойы. Қашан? Түні бойы аяз қаһарына не істеді? Қаһарына мінді. Тек қана мінді демейміз, қаһарына мінді. Яғни бұл күрделі мүше сөйлем екен. Енді 44-ші тапсырмада төмендегі сұрақтарға жауап бер, тапсырмаларды орында дейді. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы сөздер сөйлем мүшелері деп аталады. Сөйлем мүшелері ол анықтауыш, бастауыш, баяндауыш. Енді тұрлаулы мүшелерді тап дейді. Тұрлаулы мүше дегеніміз ол бастауыш пен баяндауыш. Сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлерін ата, әрқайсына мысал келтір дейді. Сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлері ол дара және күрделі болып келеді. Мысалы, Айнұр сабаққа келді десек, бұл дара, Айнұр не істеді? Келді. Кім келді? Айнұр. Айнұр қайдан келді? Сабаққа. Ал енді Айнұр сабаққа келе жатыр десек, ол күрделі мүше болады. Өйткені келе жатыр деген екі сөзден құралып тұр. Одан кейін төртіншісінде бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтады? Оның күрделі мүшеден өзгешелігі не дейді? Оның күрделі мүшеден өзгешелігі сөйлем бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай мүшелер дейміз. Ал күрделі мүшеден өзгешелігі бірыңғай мүшелер бір сөзден жасалады, ал бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Осы уақытқа дейінгі өткендерімізді қорытындылап шықтық. Енді 45-ші тапсырмаға қарайық. Ойлан, тап деді. Бөлмеде бір топ бала отыр. Олар көрме ұйымдастырып сөз жарысын өткізді. Қазақтың ұлы жазушысы кім деп сұрады Еркінжан. Абай деп жауап қатты Әлихан. Дұрыс, бірақ Абай ұлы ақын ғой деп келіспеді Талғат. Олар ұзақ дауласты. Ақыр жауабын мына сурет арқылы шешті. Сөредегі кітаптарды ұлы жазушының тегі шығатындай етіп орналастыр дейді. Қараңдар, ұлы Абай туралы, Абай әрине ақын, ол Абай туралы жазған жазушы кім? Ең ұлы жазушы, қазақтың ұлы жазушысы ол Әуезов, Мұхтар Әуезов екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.